қонақ шақырсаңыздар, дәл осы салатты жасаңыздар. Сәлем достар, сіздермен бүгін өте әдемі, сәнді болып көрінетін, дәмі ерекше, дәмді, керемет ананастан жасалған салат жасаймыз. Бізге керекті ингредиенттер: тауық еті, ананас, піскен жұмыртқа және де ірімшік, консервадағы жүгері, аскөк және майонез керек болады. Ең алдымен піскен тауық етімізді кіші көлемде 4 бұрышты қылып турап аламыз. Одан кейін ананасымызды да 4 бұрышты кіші көлемде қылып турап аламыз. Консервадағы ананасты қолданыңыздар, қыздар, сонда салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Ананас неғұрлым көп болса, соғұрлым керемет дәм береді. Одан кейін осы үгіткіштің ең майда бөлігіне сырымызды, яғни ірімшігімізді өткізіп аламыз. Ірімшігіміз осындай көлемде болу керек. Дәл сол көлемдегі өткізгішке піскен жұмыртқамызды да өткізіп аламыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Бізге осындай 2 көлемдегі форма керек болады. Біреу үлкен, біреу кішкентай. Кішкентайдың ортасына қоясыздар. Үлкендеу тарелкеге орналастырып, бірінші туралған тауық етімізді орналастырып аламыз. Әдемілеп осылай бәрін бір келка етіп орналастырып аламыз. Әрбір ингредиенттен кейін майонез жағып шығатын боламыз. Майонезді мен арнайы кондитер қапшығына салдым. Осылай жасасаңыздар өте ыңғайлы болады майонез жағу сіздерге. Осылай майонезімізді жағып аламыз. Кейін қасықтың көмегімен осылай жайып шықсаңыздар болады, бір текст қылып. Енді жұмыртқамыздың бір бөлігін орналастырамыз. Мен жұмыртқа мен ірімшікті сәл көп мөлшерде қосамын. Себебі менде жұмыртқа мен ірімшік 2 қатар болады. Сонда салаттарыңыз өте әдемі, биік көрінеді және де салаттың ингредиенттерінің үйлесімділігін арттырады. Енді әрбір ингредиенттен кейін майонез жағуды ұмытпаймыз. Майонезіміз аз да болмау керек, көп те болмау керек. Салатымыздың ингредиенттерін кезекпе-кезек орналастырып шығамыз. Ендігі кезекте ананас. Ананас неғұрлым көп болса, соғұрлым салаттарыңыз дәмдірек шығады. Сочный деп айтады ғой, сондай ерекше дәм береді. Одан кейін үгіткіштен өткен ірімшігімізді де бір бөлігін орналастырып шығамыз. Консервадағы сары жүгерімізді де орналастырып шығамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың жаңа екінші бөлігін орналастырып шығамыз. Үстінен ірімшігімізді де орналастырып шығамыз. Сонда салатымыз өте биік, әдемі, торт сияқты көрінетін болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Осылай холодильникке 1-2 сағат қойып қойсаңыздар, кесілген кезде салаттарыңыздың ингредиенттері шашылып кетпейді. Әдемі көрінетін болады, әдемі кесіледі. Енді декорын өздеріңіз қалағандай сәндесеңіздер болады. Мен укроп және де аскөк қолдандым. Осылай орналастырып шығасыздар әдемілеп. Одан кейін үстіне өздеріңіз қалаған ингредиентті қолдансаңыз болады. Мен зәйтүн майын осылай кесіп орналастырдым. Сіздер анарды қойсаңыздар болады, ананасты кесіп қойсаңыздар болады. Осымен біздің ананастан жасалған салатымыз дайын болды. Сіздермен болған мен Назерке. Менің видеоларым ұнаса, маған лайк басып, пікір жазып тіркеліңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз, лайктарыңыз мен үшін үлкен қолдау. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің басқа да рецептерімді көріп қолдау білдіріңіздер. Алдағы уақытта сіздер үшін көптеген рецептер түсіретін боламын.